Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Мен бүгін сіздерге Инстаграмда хит болып жатқан радошка тәп тілдерін пісіру жолымен бөлісемін. Ол үшін 300 грамм ұнымызды електен өткізіп табағымызға салып аламыз да, үстінен 200 грамм сары майымызды салып, жақсылап крошка етіп аламыз. Достар, арнама жаңадан қосылғандарыңыз бар болса, подписаться түймесін басып қойсаңыздар. Ал енді 3 жұмыртқамыздың сарысынан ағыны ажыратып, сарысын ұнымыздың үстіне саламыз да, ағыны басқа ыдысқа саламыз. Ал енді үстінен сахарный ванилин саламыз. Сосын айранымызды салып, қамырлаймыз. Негізі бұл жерде сіздер қаймақ қоссаңыздар да болады. Мен қаймақ таппағандықтан айран қостым. Біздің тестамыз өзі қолға жабыспайдыған мягкий болады, жайлуға да ыңғайлы. Дайын қамырларымызды зуалаларға бөліп, олардан шәрікшелер жасап аламыз. Ал енді шәрікшелерімізді тұндыруға 10 минутқа алып қоямыз да, жұмыртқамыздың ағыны алып, көпіртіруді бастаймыз. Ал енді көпіртіріп атқан жұмыртқамыздың ағына аз-аздан шекер салуды бастаймыз. Бізде общий шекердің массасы 200 грамм. Міне біздің тәтті креміміз дайын. Енді қамырларымызды алып, әдемілеп домалақтап жайып аламыз. Жайып алған қамырларымыздың үстіне кремімізді салып, үстінен керегінше қаласаңыздар мейіз, қаласаңыздар осылай мен сияқты грек жаңағын салсаңыздар болады. Соң шеттеріні басып, тағы да бір бүктеп, тағы да шеттеріні басып, листімізге жайластырамыз. Достар, арнамға тіркелмегендер бар болса, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Ал печеньеларымызға келсек, барлығыны осындай бір кепіндікте жайып, кремімізді салып, грек жаңағымызды салып, түйіп, листімізге жайластырып ала береміз. Дайын болған печеньелерімізді 180 градуста 20 минут көлемінде пісіріп аламыз. Ал енді печеньелеріміз дайын, үстінен сгущенкамызды жағып шығамыз. Үстіне қалауларыңыз бойынша сандистер. Жұмсақ шаймен мягкий өтедіған шіріндіктеріміз дайын. Сіздер де жасап, семьяңыздағыларды қуантыңыздар. Ас болсын. Келесі видеоларда кездескенше сау саламатта болыңыздар.